Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin, usalli salatan wa salaman ala al-habibil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, әпке қарындастар, апа әжелер, ағалар, көкелер. Баршаңызға қайырлы күн, Аллаға сансыз мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Осындай кереметтей жиында басымызды қосып жатқан маған да оңай емес, үлкен ұстаздардың алдында тұрып сөз сөйлеу. Бірақ сонда да енді Алла аузымызға салған нәрсені айтамыз енді, Құдай қаласа. Енді жаңа Ерсін ұстаз да, Арман ұстаз да керемет нәрселерді айтып өтті. Мына жиын Алланың алдындағы мақтаулы жиындардың бірі. Енді біріміз білеміз, біріміз білмейміз. Өзі жер бетінде пайғамбарымыз жәннат деп сипаттаған екі-ақ жер бар екен. Жәннат деп сипаттаған. Жерді айтып атым, жерді. Ананың табаны деп неғылмаңыздар, тиіспеңіздер, ол бөлек әңгіме. Біріншісі хадисте келген, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: менің үйім менен мінбарымның ортасы жәннат бақшаларының бір бақшасы деді. Ол қай жерде? Мәдина қаласында. Енді Алла біреуге нәсіп етсе ол жерге барады, бірақ енді нәсіп етпесе бармай қалуы да мүмкін деген сияқты. Ал енді бармай қалған жандар үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы бір керемет сөзін айтады: «Ида марартум раудатан мин риядил жанна фартау». Егер жәннат бақшасының жанынан өтіп бара жатсаңыздар, онда тізелеріңізді бүгіп отыра қалыңыздар дейді. Сонда сахабалардың бір сұрайды: «Я Расулаллах, я Алланың елшісі, ол қандай жәннат?» деп сұрайды екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жер бетінде Алланы еске алған әрбір жиын жәннатқа айналады деп айтқан екен. Мінекей, сіздер қазір жәннаттың бақшасында отырғандай болып, беймарал өзіміздің шымкентский тілде отыра беріңіздер, Құда қаласа деп. Енді екі нәрсе айтам. Көп не қылмайым, Құдай қаласа, екі-ақ нәрсе айтам сіздерге. Біріншісі, жаңа міне видеороликте көрсетті бауырларымыз, қандай тамаша, өнегелі, сан тағдырлар, сан қилы тағдырлар сол нәрсені кешіп жатыр. Біріншісі мынау айтайын деген. Міне Құдай қаласа 4 күннен кейін, әуелі Алла Рамазанға кіреміз. 4-5 күннен кейін Алла нәсіп етсе, енді нәсіп етсін баршамызға Рамазан ұстауды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманда Құдаға деген үлкен арабтың тайпасы бар. Сол тайпадан екі жігіт келеді исламды қабылдауға Мәдина қаласына. Сөйтіп екеуі исламды қабылдап, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл екі кісіні өздерінде қонақ қылатын кім бар іштеріңде дейді. Білесіздер, енді қонақ күтуде оңай емес, ол кезде гостиница жоқ. Анаяққа апарып жатқыза қоятын сахабалардың үйлерінің бір бөлігіне жататын болған екен. Сонда Талха ибн Убайдулла деген сахаба тұрып: «Я Расулалла, бұл екі қонақ сіздің қонағыңыз, Алланың қонағы біздің үйде болсын» дейді. Сонымен Құдайдың құдіреті, жаңағы екі кісі осы үйде болады, арқа-жарқа әңгіме, таныстық. Арада азғантай уақыттың ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жорыққа хабаршы жариялайды, жіберіп. Яғни жорық болады үлкен, сол жорыққа аттанамыз деп хабаршы жіберген кезде барлық сахабалар тай-тұяғы қалмастан жорыққа аттанып кетеді. Жорыққа барғаннан кейін кешегі қонақ болып келген екі кісінің біреуі сол жорықта қайтыс болады, шахид болып. Кейін екіншісі қайтадан Мәдинаға келіп оралады. Сөйтіп Мәдинада 1 жыл тұрақтайды. 1 жылдан кейін екінші кісі де білім алып жүрген күнінде не істейді? Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтеді. Сол дүниеден өткен түні Талха ибн Убайдулла, әлгі қонақ қылған сахаба, түс көреді. Түсінде әлгі екі досы қонақ болған, екі кісі. Екеуі де қайтыс болып кетті ғой. Сонда екеуінің соңғы қайтыс болғаны бірінші болып жәннатқа кіріп бара жатыр дейді. Негізі бұлай жаңағы хадистерге нелге қарасақ, аяттарға бірінші кім кіру керек? Ана шахид кіру керек еді ғой. Бірақ мына кісі бірінші кіріп бара жатыр дейді, кейін шахид бұның артынша кірді дейді. Сөйтіп мен де жақындап едім, сенің уақытың келген жоқ деп айтты дейді. Түсімнен шошып ояндым да дереу рахат кімге жүгіреді бірден? Пайғамбарымызға қарай жүгіріп барады. «Я Расулалла, әлгі екі кісі жайындағы түсті мен сізге баяндап берейін» дейді. Сөйтіп болған түсіндегі оқиғаны айтқан кезде пайғамбарымыз жымиды дейді саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтті де айтты: «Дұрыс қой» деп айтты дейді. Екінші кеше дүниеден өткеннің бірінші болып жәннатқа кіру дұрыс қой деп айтты дейді. «Қалайша я Расулалла?» «Оның бір Рамазаны ана кісіден артық емес па?» деп айтты дейді.
Көрдіңіз, 1 жылдан кейін қайтыс болып тұр ғой. Оның берген пәленбай садақасы ананыкінен артық емес па деп айтты. Оның оқыған намаздары мен қылған сәжделері оныкінен артық емес па? Ол кірмегенде кім бірінші кіреді деп айтты дейді. Міне көрдіңіздер ме? Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Рамазанға жетсеңіздер, ораза ұстамай қоймаңыздар дейді. Міндетті түрде не істеңіздер деп жатыр? Ораза ұстаңыздар. Өйткені Аллаға ешбір пенде парыз амалдардан артық амалмен жақындай алмайды дейді. Кім Рамазанды ұстайды, ол Алланың сүйікті пендесіне айналады дейді. Яғни кім Алланың айтқанын тыңдайды, Алла да оның айтқанын тыңдайды дейді. Сол үшін де мінекей, бұл бірінші айтатын насихатымыз. Демек, ертең Рамазанға жетсек, Алла бізге ораза ұстауды не істеу керек екен, нәсіп етсе, өзі разы болатындай түрде ораза ұстап шығуымыз керек екен. Мына жиынның болуындағы мақсат сол, ағайындар. Мына жиынның сіздер уақыттарыңызды бөліп, кәдімгідей келіп отырсыздар, қажыр қайраттың. Неге келіп отырсыздар бұл жерге? Осы Рамазанды, биылғы Рамазанды қалай ұстасам болады? Қалай мен Алланың разылығына жетем деген мақсатта келіп отырсыздар, ағайындар. Болмаса бәріміз күнде кездесіп жүрміз ғой. Тікелей кездеспесек те, TikTokта, неде, анаяқта кездесіп жатырмыз. Міне сондықтан бұл бірінші нәрсем айтатын. Демек, ораза ұстаған мен ұстамаған адам не болмайды екен? Тең болмайды екен. Пайғамбарымыздың күшті бір хадисі есіме түсіп кетті, аяқ астынан. Дейді. Хайрун нас дейді. Адамдардың ішіндегі ең жақсылары дейді. Мән тала умруху ва хасуна амалуху дейді. Адамдардың ішіндегі ең жақсылары, өмірі ұзақ, амалдары жақсы болған дейді. Көрдіңіздер ме? Адамдардың ішіндегі ең жаманы, өмірі ұзақ, амалдары бұзық болғаны дейді. Көрдіңіз бе? Өмірдің ұзақтығы не пайда, егер де ол Құдайға бойұсынылмаса дейді. Өмірдің қысқалығынан не қайғы шегесің, егер ол қысқа өмір Аллаға бойұсынумен өткен болса дейді. Қандай тамаша хадис пайғамбарымыздың. Ал енді бұл бірінші нәрсе болса, екінші нәрсе. Бүйтіп бөліп айтып отырамын, я, сіздер жазып алыңыздар. Телефон істейсіздер құрсын, қазір қалады ол ашейін. Жазып алыңыздар, ұмытпайтындай дәрежеде. Мен мынау жәннатқа Құда қаласа бүйтіп кіріп кететін жолдарды көрсетіп беремін. Мен емес, пайғамбар көрсетеді, мен соны айтып беремін сіздерге қалай кіретін қазір. Екінші нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам имам Тирмизиде келген хадисінде айтады. Алла тағала жәннатта сыртынан ішінен сырты көрінетін жақұттан жасалған үйлерді дайындауда деп бастап әңгіме айтып жатады ғой. Сол кезде бір араби бәдауи келіп сөзді қақ ортадан бөлді де, я Алланың елшісі, ол үйдің иелері кімдер деп айтты дейді. Ана қараңыздар. Жәннатта бір үй бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сыртынан ішінен сырты көрінеді дейді. Сол үй кімге деп жатыр? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты дейді? Көп балалы аналарға, ипотекада кезекте тұрғандарға деп айтты дейді. Жоқ, ондай емес. Мына 4 амалды жасағандарға деп айтты дейді. Мен стилім осындай енді, мексиканский ренжімейсіздер. Канело Альварестің стилі сияқты. Так, не айтып жатыр едім мен? Ұмытып қалдым. Маған апам бүйтті. Абайлау керек мынадан. Ауызбен айта берін көрсетпей қойып. 4 амал бар деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Кімде-кім осы 4 амалға бекем болса, онда оған не беріледі дейді? Жәннаттан үй беріледі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ал енді жәннаттағы үйді елестетіңіздер, ағайындар. Мысалға бір үлкен лауазымды тұлға немесе елбасы сізге сондай бір разы болып, ең Қазақстандағы ең мықты үйді осы кісіге беріңіздер десе, жүрегіңіз қалай жарылады? Сыртына ана Томи Джерридегідей сыртына дейін ұрып тұрады бүйтіп несі. Көрдіңіздер ме? Ал енді Алланың дайындағанын қараңыздар. Сипаттап берейін ба сіздерге жаңағы үйді қандай екен? Ішінен сырты, сыртынан іші көрінетін. Апайлар сіздерге айтайын ба қандай екен? Оны айтайын десем, менің ақылым жетпейді просто. Алла тағала Құранда олардың көзі көрмеген, құлағы естімеген нығметтерді дайындап жатырмыз дейді. Мен айтқанмен ол келмейді қазір мына жақта. Сол үшін де біз сондай бір не деп елестетеміз оны? Сондай бір керемет үй деп елестетеміз. Ал енді үйдің жаңағы хозяйын тауып алайық енді ал. Біріншісі дейді пайғамбарымыз айтады. Мән атабал кәлам дейді. Кімде-кім жақсы сөз сөйлесе дейді. Ана қараңыздар. Үйге алатын адамның бірінші сипаты не екен? Жақсы сөз сөйлесе дейді. Жақсы сөз деген не?
жарым ырыс дейді қазақ айтады. Ал сөздердің ең жақсысы не, ағайындар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Құран. Қараңыздар. Сөздердің ең ұлысы бұл Алланың сөзі, ағайындар. Қалғандарының барлығы не? Екінші орында тұрады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөйлесең жақсы сөз сөйле дейді. Болмаса үндемей ақ қой дейді. Үндемей ақ қойғаның жақсырақ дейді. Бірдеңені бүлдіріп аласың ба? Бүлдіріп алайын тұрын, керек емес дейді, сөйлемей ақ қой дейді. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам миғражда мен бір қауымның жанынан өттім дейді. Ол қауым дейді, міне де кішкентай тесіктен дәу бұқа сияқты атылып шығады дейді. Сөйтеді ана тесікке қайтадан кірейін десе, кіре алмайды дейді ана тесікке. Ішінен атылып шығып қайтадан кіре алмай жатыр дейді. Анау деген қайта-қайта басын ұрып жатыр. Сол жерде сондай қиналғанын көріп пайғамбарымыз айтты дейді. Әй Жабраил, бұлар кімдер деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Жабраил періште айтты дейді. Ей Мұхаммед, бұлар сенің үмметіңнен бір нәрсені айтып қойып, кейін сол айтқан нәрселеріне өздері өкініп жүретіндер деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Айтып қойып деп жатыр. Айтпай қойғанда ше, ештеңе болмайтын еді деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де не болу керек екен? Мына айда тілге одан да бұрынғыдан да қатты бетер сақ болуымыз керек екен. Пайғамбарымыз жомарт еді дейді. Рамазан келген кезде жомарттығына жомарттық қосатын еді дейді. Біз одан асқан жомартты көрмейтін едік дейді ғой сахабалар, иә? Біз былай кезде тілге ие болайық, Рамазан келген кезде одан қатты ие болайық деген сөз ғой. Тіліміз тақуалардың тіліндей болып не істеу керек дейді? Көбірек Құран оқитын тілге айналу керек дейді. Міне бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тіл жақсы сөз сөйлейтін. Сөздердің ең жақсысы нені оқитын дейді? Құранды оқитын. Біз әлі мынадай сенімде жүрміз, ағайындардым, ренжімеңіздер. Ол менің туысқандарымда да бар, бәрінде де бар. Біз Құранды әлі ойлап жүрміз, өлгендерге оқиды, сонымен қайта береді деген нәрсемен жүрміз әлі. Құран біз әлі өлгендерге түскен кітап деп жүрміз әлі. Бар ма сондайлар? Бар. Құран тек Құдай тамақта, біреудің өлігінде или мамаң туған күні есіне түскен кезде бірдеңеде папаң сондай кезде ғана оқылатын. Жоқ, ондай емес. Алла Құран кәрімде айтады, біз Құранды тірі жүректерге ескерту ретінде түсіргенбіз дейді. Құран тірілерге түскен кітап, ағайындар. Құран тірілерге түскен насихатқа толы кітап. Бірақ өлі адамдарға сауабын бағыштасақ, жетеді деп біз үміт етеміз. Түсініп жатсыздар ғой? Кітап кімге түскен? Тірілерге. Алла Құранда айтады, біз бұл аманатты, дінді, Құранды тауларға беріп едік дейді. Бұл Құранды тауға берген кезімізде қорыққандығынан, көтере алмағандығынан таулар парша-парша болып кететін еді дейді. Бірақ біз адамзатқа бердік оны дейді. Біз мойнымызға көтеріп алдық сол жүкті, енді не істеп жүрміз? Оқымай жүрміз. Бір ұстазға сұрақ қояды. Енді үлкен кісілер құтылып кетеміз деп ойлап отырсыздар ғой, қазір сіздерге айтамын. Бір ұстазға сұрақ қояды. Үлкен кісі, қария кісі. Ұстаз, айналайын, біз мынау көзден яғылмай жатыр, тілден яғылмай жатыр, келмей жатыр дейді былайынан. Арабша оқи алмай жатырмыз. Сол әріптерде шығып кете береді. Есіміз бір кіреслі, шығасылы, соң қалай оқымай қойсақ бола ма деп жатыр ғой, енді вариант іздеп жатыр да жаңа. Оқымай қойсақ болмай ма, соны деп обязательно оқу керек па деп. Сонда жаңағы ұстаздың дана жауабын қараңыз. Жақсы қария депті, или бір апаға айтты ма білмеймін ғой. Өсек айтып жатқан кезде адамдардың атынан шатасып жатсаңыз, онда оқымай қоя салыңыз, сізде үзір бар деп айтты дейді. Өсек айтып жатқан кезде адамдардың аты тошын түсіп жатса, онда сізге міндетті Құранды бетіне қарап оқу деп айтқан екен. Күшті? Болды ғой. Пока Құдайға шүкір бізде ешкім қателесіп жатқан жоқ атауынан. Тіпті тиктокқа келіп айтып отыр. Ана деген деп, пәленше бар ғой деп. Бірақ Құран оқыған кезде не деп айтады? Менің тілім келмейді, миым істемейді дейді. Шайтан бізді болашақпен алдап келді осы уақытқа дейін. Үлкейгесін оқисың, балдарың ержеткесін, иткесін, биткесін, пенсияға жеткесін деген сияқты. Пенсияға жетіп едік, бүгін не болды? Баяғыда оқу керек еді деп отыр. Осылай тек шайтан бізді өмір бақи не істеумен өткізеді? Өкіндірумен өткізеді, ағайындар. Сол үшін бұл Құран бізге түскен, ұмытпаңыздар, тірі адамға түскен Құран. Құранның іші толған насихат, қалай өмір сүру керектігін айтып қойған ғой Алла Тағала Құранда. Құранда мысалға Алла Тағала әке шешеңнің бөлмесіне рұқсатсыз кірме деп айтады, иә? Құранда осындай аяттар бар.
Қай уақыттарда? Әке шешем бөлмесіне кірейін деп тұрсыздар ғой сіздер, дедім, ұялым. Әке шешеңнің бөлмесіне рұқсатсыз кірме дейді, аятта Алла тағала айтады. Мына 3 уақытта дейді. Бәлкім олардың әуреттері ашық болуы мүмкін дейді. Қай уақытта? Таң намазының алдында дейді. Песін намазынан кейін дейді. Папаң обедке келгенде деп жатыр. Содан кейін құптаннан кейін. Құптаннан кейін деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Дұрыс па? Әдемі уақыттар ғой, еске түсіп жатыр дейді, анағар апа айтып жатқан қараңыз. Әдемі, міне осы 3 уақыт. Демек, бұл өліге не керегі бар бұның? Қабірде жатқан адамға 3 уақыттан кейін кірме деп оқып жатырмын Құранды. Оның не қатысы бар оған? Маған керек қол. Мына дүниеде керек болып тұр ғой маған. Қалай өмір сүру керек екенін көрсетіп жатыр ғой Құран. Сол үшін де баяғыда бір әке болған дейді. Тұрмыстың тауқыметі қысқаннан кейін, енді әке ол бәрібір еркек намысшыл болып үйде жата алмайды ғой, иә? Еркек намысшыл не болса да сыртқа шығып жұмыс іздейін, мына ауылдан таппадым жұмысты дейді да, қалаға барып жұмыс іздейін дейді ғой. Сонымен бала шағасы, әйелі барлығы жылайды. Әке, сіз кетпеңіз, бізді тастамаң. Балаларым дейді, аштан өлетін болсаңдар, отырайын осы жерде. Бірақ мен не істеуім керек, табыс табуым керек. Онда әке бізге тым болмаса аптасына 1 рет аманмын деп хат жазып тұрыңызшы дейді. Сонымен әкесі жұмысқа кетеді, апта сайын хат кеп тұрады. Хат кеп, точно сол адреске түсіп тұрғаннан кейін не істейді? Бала шағасы әкеміз аман екен деп жүре береді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін едәуір қаражатпен әкесі үйіне келсе, бір баласы ғана зар жылап еңіреп отыр дейді, қалған үйдің барлығы қырылып қалған дейді. Сонда айтады баласына, балам, маман қайда дейді. Әке, анашым ауырып, дәріге ақша таба алмай ақырында қайтыс болды дейді. Әй, айналайын, мен жіберген хатты оқымадыңдар ма? Неге? Әй, жіберген хатымның ішінде тапқан табысымның кішкентай бір бөлігін жіберіп тұрдым ғой сендерге дейді. Ішінде ақша бар еді ғой дәрі алатын дейді. Оққан жоқпыз әке дейді. Біз ойлап қалыппыз, сізді аман екен болды, аман әке деп хатты қоя беріппіз дейді. Міне жиналып тұрды хаттарыңыздың барлығы сандықта. Әпкен қайда? Әке, сіз тұрмысқа шықпа деген жігітке бір бұзақы оңбағанға тұрмысқа шықты, күйеуі түрмеге кетті, өзі өмірінің ең сорақы күндерін кешіп отыр деп айтты дейді. Әй, мен оған айттым ғой, оған өлгенше тұрмысқа шықпа деп айтып кеттім ғой. Кімге тұрмысқа шығу керек екенін айтып кеттім ғой қызыма, неге ондай таңдау жасады? Деді дейді. Ағаң қайда десе, ағам осындай бір қылмыспен түрмеде отыр деп айтты дейді. Қалайша? Әй, мен ана хаттың ішінде қайта жазып отырмын ғой, айналайын, ондайлармен дос болма, жақсылармен бірге жүр бейт деп. Өлгенше айттым, хатты оқымадыңдар ма дейді. Әке, хатты оқымаппыз ғой, бармақты тістеп отырмын ғой өстірғанда деп айтады. Көрдіңіздер ме? Осы жерден біздің оқиғамыз не істейді? Бітіп қалады. Сөйтсек, бұл Алланың бізге жіберген Құран несі екен ағайындар? Хат екен ғой. Ашқан адам бақытқа кенеледі. Жинап үйде сүртіп қойып қоя берген кісі бақыттың барлығынан махрұм қалады екен. Құран бізге қалай өмір сүру керектігін көрсететін қағидаттар мен заңдардың жиынтығы. Не көрдіңіздер ме? Аты айтып тұр ғой, аты. Құранун деген аты айтып тұр ғой. Не деген мағына береді Құран деген сөз? Ау? Оқу ма? Только оқу ма сонда? Құранун деп тұр ғой, ан деген созып атырымға дейін. Шалабай тамарбағы дейді. Не дейді? Туралыққа бастаушы кітап дейді. Дұрыс айтып отыр ма? Дұрыс қой, бірақ тілдік мағынасы не деймін? Рамазанда оқу дегеніз, онда емес. Құран деген сөздің қазақшасы, жатты, айтты ма не, жазып алыңыздар блокнотқа. Үйден не алып келдіңдер деп ағалар ұрсады. Телефонға түсіріп келдің бе бар. Құранун деген сөз қайта оқылатын кітап деген ғой. Қазақшасы осындай Құран деген сөз. Екінші мағынасын ғалымдарымыз қарана деген етістіктен шығады, жақындау деген дейді. Яғни жақындау. Екеуін қоссақ әдемі мағына шығайын деп тұр, қайта оқу арқылы Аллаға жақындататын кітап деген екен. Қандай тамаша,
Демек Құранмен не істеуіміз керек екен? Біз бағана ұстаздар айтқандай өмір сүруіміз керек екен ғой. Біз Құранды тек қана Рамазанда насихаттайтын, пайғамбарды мәулітте ғана насихаттайтын үммет болып қалдық. Бұрынғы кісілер сұрақ қояйық. Олардың, ұстаз Арман ұстаз айтып жатыр, олардың Құранмен байланысы қандай еді деген кезде, сіздердің қазіргі күнгі соткымен байланыстарыңызда еді деп айтқан екен. Адам бір күнде соткыны 300-350 рет статистика бойынша ашады екен. Демек, ілгерідегі ғалымдар Құранды неше рет ашатын болған бір күнде? 300-ге жуық ашатын болған дейді. Ал бізбен Құран, біз қайда, Құран қайда? Міне соны жылап айтып жатыр ғой Арман ұстаз. Сол күні пайғамбар дейді, «Инна қауми иттахаду хазал Құр'ана махжура». Менің қауымым Құранды тастап қойды деп айтады дейді, қараңыздар. Ертең пайғамбар бізге несін айтады? Назын айтады. Ағайындар, бізге пайғамбар өкпе, ренішін айтады. Неге? Өкпелеуге хақысы бар ол кісінің. Өкпелеуге толық хақысы бар. Неге екен айтайын сіздерге. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Айшана екеуі отырады. Сөйтеді Айша анамыз айтады, «Я Алланың елшісі, маған бір дұға етіңізші» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, «Я Раббым» дейді, Айшаның өткен күнәсін кешір, алдағы болашақ күнәсін кешір, жария жасағанын кешір, жасырын жасағанын кешір, біліп істегенін кешір, білмей істегенін кешір деп айтты дейді. Аумин деп дұға қылып жіберді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Айша анамыздың жүрегі сыртына шығып жарылып кетірді. Ана пайғамбардың ешбір дұғасы қайтарылмайды ғой. Сонда пайғамбарымыз айтты, «Ей Айша, менің дұғам сені қуантып жатыр ма?» «Я Алланың елшісі, қуанған емес, жүрегім жарылайын деп жатыр» дейді. Мына қуаныштан бар ғой мынадай. Олай болса біліп қой, «Ей Айша, мен бұл дұғаны күніне 5 уақыт намаздан кейін үмметім үшін жасаймын» деп айтқан екен. Өкпелеуге реніш назы бар ма? Пайғамбарымыздың хақысы бар ма өкпелеуге? Біз үшін 5 уақыт намаздан кейін дұға қылып өткен пайғамбардың алып келген аманатына қиянат жасап жатырық. Сол үшін пайғамбар қиямет күні ренжиді дейді, «Менің қауымым Құранды тастап қойды, я Алла». Бұлар түгелімен не істеді? Дүниеге берілді де кетті, я Алла деп айтады дейді. Құран, ағайындар, міне сөздердің ең жақсысы бұл Құран. Баяғыда бір саудагер, өзі мына қазақта сөз бар ғой, алма ағашынан алыс жерге түспейді дейді. Алма ағашынан. Саудагердің баласы саудагер болады. Акиматтағылардың балдары акиматқа жақындайды. Анжақтың балдары мұнжаққа жақындайды. Деген сияқты әркім өзіңіз білетін саласына баласын бейімдейді ғой. 9 жасар баласы деп ұмытпасы. Жоқ. Балиғатқа толған баласы, сол баласы сауданы үйретем деп, жалғыз өзін саудагерлердің ішіне қосып жібереді ғой. Ол заман кемемен сауда істейтін заман екен. Нағараңыздар. Сонымен ана кеме жолдан адасып 9 айдай жүрді дейді ғой. Теңіздің үстінде, ойлаңыз. 9 айдай жүрді, сөйтіп келді де, соңында бір толқынға ұшырап, теңізде жаңағы кеме аударылды дейді. Жаңағы жап-жас бала тыпыршып, әйтеуір көрер жарығы бар екен, бір тақтайдан ұстап аман қалып, есін көзін ашса, бір аралда жатыр дейді. Остров Сокровищ. Бір аралда жатыр, ана аралдағы білмеймін бір жаңа Ченгачкук сияқты бірдеңелер дейді. Деп келді де ана баланы көтеріп алды да, бір мынадай таққа отырғызды да, бірден көтеріп апарып, қаланың қақ ортасындағы зәулім сарайдың ішіндегі таққа кеп отырғызды дейді жаңа. Жап-жас жігіт. Түсінбей жатыр бұрын, не болып жатыр? Олардың светі басқа, менің светім басқа деген сияқты. Сонымен алдында тек барлығы жаңа қорғадай жорғалап жүгіріп жүр алдында. Ләббайка, не істейік? Мынау таң қалып отыр, не болып жатыр? Қаққа кеп қалдық не? Ана ақ дегені ақ, қара дегені қара, істе деген істелініп жатыр. Сонда барлығының ішінде жаңағы жағымпазданбайтын бір қария кісі бар дейді. Үлкен бір өзі бөлек шетте отырады екен. Сонымен жаңа қарияға жаңа жап-жас бала айтады ғой, «Ай, ақсақал, не болып жатыр?» деп айтады дейді. Сонда ана ақсақал айтты дейді, «Ай, пәленше, сұрамасаң айтпайтын едім» деп айтады дейді. Не болғанда, сен бүгін таққа отырып атсың дейді. Ертең сенен кейінде біреу таққа келсе, сенің орныңа отырады. Бұл тақ мына жердегі жаңа сен отырған нәрсе, бұл уақытша саған дейінде біреулер бұл жерде отырған дейді. Сонда ана қария айтады, «Сонда олар қайда кетті?» деп айтады дейді. Сонда жаңа қария айтты дейді, «Сұрамасаң
айтпайтын едім деп айтты дейді. Қария айтты дейді, саған дейінгілер келесі аралда жатыр деп айтады дейді. Келесі аралда жатыр, ай солар жерленбеді ау деп қояды дейді. Өйткені ешқайсысы менімен не істеген жоқ дейді, әңгімеге тартып сөйлескен жоқ менімен дейді. Сонда жаңағы жігіт айтты дейді, әй қария, сонда мен не істеуім керек деп айтты дейді. Сонда қария айтты дейді, сұрамасаң айтпайтын едім деп айтты дейді. Не істегенде сен де сол жерге барып қаласың дейді. Ертең біреу жаңа аралға, островқа біреу түссе, сенің орныңа бірден келіп отырғызылады, сенен сұрамай көтеріп алып кетеді дейді. Сөйтіп сен де келесі аралға барасың дейді. А ол аралда жейтін ештеңе жоқ дейді. Сонда жаңа жігіт айтады, әй қария, енді мен не істейін сонда қазір десе, сұрамасаң айтпайтын едім деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Сұраған нәрсеге ғана жауап береді, сұрамаса айтпайтын едім дейді. Не істегенде сен қазірден ол жаққа қарай канал жүргіз дейді. Сөйтте адамдар ақыры сенің айтқанын тыңдап тұрған кезінде барлығына жеміс талын еккізе бер. Егер де түсіп қалып атсаң дейді, біраз уақыт өмір сүре аласың дейді, сол жеміс талдарымен дейді. Сөйтті ана қарияң айтқанын бұлжытпай істейді ғой. Ана каналға не жүргізеді дейді. Бір күні тырс етіп аралға жаңа бір адам түскен кезде, төрт жағынан төрт адам мына жігіттің отырған жерінен көтеріп алып кетті дейді ғой. Көтеріп алып кетті де жаңағы келесі аралға апарып тастады дейді. Барса өңшең сүйектер дейді ғой. Бұған дейінгілер ән жерде жаңа масаттанып отыра берген ғой, әнне бейне кейіне деп. Сонымен ана қариямен ешқайсысы ақылдаспаған. О қария да сөйлемеген, бұлар да сөзге тартпаған. Сөйтіп ана жерде ана жігіт барса өңшең нелер дейді, ана арал сүйектер дейді ағайындар. Адамның сүйектері. Бірақ бұл жігіттің басы істеген сол, бағана каналды жүргізді, қариямен ақылдасты. Барса жеміс талдары өсіп тұр, ана жігіт жеп өмір сүріп жатыр ғой. Құдайдың құдіреті, бір күні бір кеме келіп тоқтады дейді жаңағы аралға ше. Бұл сол кемедегі жаңағы басшылармен жаңағы келісімге отырып, аралдағы бүкіл жемісті соларға беріп, бұны еліне жеткізіп тастауға келісіп алады ғой. Қандай бас істейтін адам? Сөйтті де ана кемедегілер оған келісіп, аралдағы бүкіл жеміс жидекті жинап, мына баланы еліне аман есен жеткізген екен. Қараңыздар. Бұл оқиға осы жерден бітеді. Енді қараңыздар, не болып жатыр деп миыңыздарыңыз ашып кеткен жоқ па? Мынадай екен ол. Бұл былай. Ана айттым ғой, теңіздің үстінде 9 ай жүрді жаңа жігіт, кемемен. Сөйтсек бұл 9 айлық ананың құрсағы екен ғой, жаңа бала жүрген. Сөйтіп бала өмірге келген кезде оның айналасында адамдар көбейді, өтірік бетпердесі барлар бар, шын бетпердесі барлар бар. Әйтеуір өмір не болып жатты? Әдемі тәтті болып жатты. Бір күні ана жігіттің ойына бір нәрсе келді, Құранды көріп қалды дейді ғой. Сөйтіп Құранның қазақша аударма мағынасы түсінігі дегенді ашып оқыды дейді жаңа. Сөйтіп ашып оқыса, келесі өмірдің бар екендігін айтқан екен. Ана қария сұрамасаң айтпайтын едің деген, бұл Құран екен ғой, ұзақ ғұмырлы. Ашпасаң білмейтін едің деген сөз екен да. Ашты, білді, сөйтті де көп жақсы амалдарын істеді, келесі островқа қарай дайындады. Келесі жаққа қарай дайындады. Сөйтіп дайындап еді, сол амалдары өзі барған кезде жаңағы аралға өзінің алдынан шықты дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтті де кеме бар ғой келіп тоқтаған. Бұл кеме жәннатқа алып кететін періштелердің деп сипаттаған дейді. Бұл жаңағы жақсы амалдармен періштелермен не қылды? Алыс беріс қылып, періштелер оны кемемен жәннатқа алып кетті деп айтқан екен. Күшті ма оқиға? Деп айтып отырсаңыздар, шенемен нем ашылмай қалады. Қандай керемет қисса әкелген, Демек біз Құранмен не істеуіміз керек екен? Біз ашпасақ, ол бізге ашылмайды, ағайындар. Бағана ұстаз айтып жатыр, кім болса сол оны оқи алмайды деп жатыр. Сол сияқты Құран бізге ашылмайды. Міне сөздердің ең жақсысы демек не екен, ағайындар? Бұл қасиетті Құран екен. Мынау Жазайыр деп айтады, Алжир мемлекеті. Алжир мемлекетінде үлкен Құран жарысы болып, сол жерде Ибрахим Ахдар деген пайғамбар мешітінің имамы келіп, мына бір оқиғаны айтып берген екен, ағайындар. Осы біздің заманымызда ілгеріде бұрын жаңағы бір жігіт Құранға қатты көңілі ауып, әкесінен жетім қалған, сонымен анасымен еріп, қалаға ауылынан шығып Құран жаттауға кетеді ғой.
қалаға Құран медресесіне барса, Құран медресесі адам толып қалған екен. Сонымен ұстаз айтады, мен бұл жігітті ала алмаймын. Бір шартымыз бар, егер келісетін болса, мына медресенің ауласында мал бар, тазалайтын не бар, сол жерде жұмыс істей тұрсын. Егер де бір бала медреседен шығып кетсе, соның орнына кіре қояды дейді, жаттауға. Сонымен анасы мен баламды өйтіп не қыла алмаймын. Лажы болса алыңыз деп ана ұстазға мың жалынады, бірақ не істей алмайды, ала алмаймын дейді. Сонымен екеуі жылап еңіреп қайтып бара жатқан кезде, қаладан көп ұзап шыққан жоқ дейді. Бір ауылдың жанына келіп екеуі шаршап бір демалып алайық деп демалған кезінде баланың түсіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келді дейді. Сөйтті де, ей балақай, алған бетіңнен қайтпа, әлгі ұстазға қайтадан барда, мені пайғамбар өзі айтып жатыр, Құран жаттауға медресесіне кіргізсін деп айтып жатыр деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда ана бала айтады, я Расулалла, я Алланың елшісі, мен қазір ол барып айтқанмен сенбейді ғой дейді, маған бір белгі бермесеңіз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, оған топ-топ, зумаран зумара деп айтты дейді. Зумар деп айтты дейді. Зумар деген Құранда сүре бар, топ-топ деген. Сөйтеді, жаңа бала ұйқысынан оянып, анасын ертіп медресеге қайтадан барады ғой. Таң намазы кірмей тұрып барған дейді. Сөйтіп есігін тақылдатып, ана ұстаз жаңа ұйқылы атып шығып, не болды сендерге? Алланың елшісі жіберді сізге, медресесіне алсын деп атыр дейді. Айналайын, айттым ғой сен. Айтқаныңды білем, бірақ пайғамбар айтты, зумаран зумаро деп кіргізсін деп айтты дейді. Бір кезде селк етіп, ана ұйқысын аша алмаған ұстаз жылап қалды дейді, отырып еңкілдеп. Болды, менің үйімде болса да жаттайсың деп айтты дейді. Ана бала аң-таң, ұстаз не болып жатыр дейді, түсіндіріңізші бізге дейді, не болып жатыр? Сіз бен пайғамбардың арасында. Балақай дейді, мен де осыдан бірнеше жылдар бұрын дейді, пайғамбарымызды түсімде көрдім дейді, Құран жаттап жүрген кезімде дейді, саллаллаху алейхи уассалам. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кездесіп сұрады, я Алланың елшісі, Құран жаттаған адамдар жәннатқа қалай кіреді, кіре ма деген кезімде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ядхулуна зумаран зумара, олар жәннатқа, Құран жаттағандар, Құранмен айналысқандар топ-тобымен кіреді жәннатқа деп айтты дейді. Сол сөз есіме түсіп кетті деп айтады дейді, қараңыздар. Демек, Құран не екен? Жәннат екен. Сөздердің ең жақсысы Құран болса, сөздердің ең жаманы не екен? Құдай жек көретін өсек, бәлекет, ғайбат, көрілмаушылық бірдеңе сияқты сөздер екен жаңа. Міне, Рамазан айында біз енді ағайындар немен айналысуымыз керек екен? Құранмен айналысуымыз керек екен. Құран кәрімде Рамазан деген сөз бір-ақ рет келген екен. Ал осындай нәрсе бар екен. Құранда Рамазан деген сөз бір-ақ рет келген екен. Сол сөздің артынша не келген екен? Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран дейді. Ол ай, оразат жағы Рамазан айы Құран түскен ай дейді. Бірін-біріне Алла байлап қойған дейді. Рамазан ол Құран, Құран ол Рамазан деп қойған дейді Алла Тағала. Сол үшін де міне Құдай қаласа ертең біз Рамазанға кіргелі тұрмыз. Енді Рамазанға кіруге не керек екен бізге? Тек қана азаннан кешке дейін аш жүру керек екен? Жоқ. Құранды міне мешіттер ашық, Құранды үйреніп алыңыздар. Құранды бастан аяқ оқыңыздар. Бір әріп 10 әріп дейді пайғамбарымыз айтты. Бір әріпке 10 сауап. Ол 10 сауап Рамазанда 700 бен 1000-ға дейін көбейтіледі. Ал кетті ал. Бір әріп. Құл, хуа, Аллаху ахад деген неше әріп бар ана жерде? 13 әріп бар ма мысалға? 120, 130 сауап болады. Бір аятқа. Ол Рамазан үшін 700 бен 1000-ға дейін көбейтіледі дейді. Ал кетті ал. Ойлай беріңіз, қандай келіп алды? Үлкен, ұлы сауаптарды Рамазанда алып қалуға үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Бағанағы екі кісінің біреуі сияқты. Бізді Рамазанға жеткізіп жатыр Алла. Енді жеткізгеннен кейін рахмет ретінде пайғамбардың аманатына қиянат жасамай не істеуіміз керек? Пайғамбарға келген нәрсені оқуымыз керек. Рамазан қасиетті болды Құранның құрметімен дейді. Қадір түні қасиетті болды Құранның түсуімен. Жәбірейіл періштелердің падишасы болды Құранды алып түсуімен. Пайғамбарымыз бүкіл пайғамбарлардың сұлтаны болды Құран түсуімен дейді. Көрдіңіздер ме? Енді сол Құранды сіз оқысаңыз сол айда сіз кім боласыз енді дейді. Ал, ұстағанның бәрі, тістегеннің бәрі қасиетті болып жатыр дейді. Міне осындай екен Рамазан. Бірақ өкінішке орай,
Бізді Құранды ашудан не тосады? Бірдеңе тосады, білмеймін. Бір ашқың келеді, бірақ не аша алмайсың. Ананы сылтау қыласың, мынаны сылтау десек, ғалымдарымыз оның да жауабын айтып қойған екен ғой. Құранды адамдардың ашпауының 3 себебі бар дейді. Біріншісі, тәубесіз жасалған күнәлардың кесірінен дейді. Күнә көп, тәубе жоқ дейді. Истиғфар жоқ, тәубе жоқ, Құран ашылмайды деп айтқан екен. Дұрыс, барлығымыз пендеміз, қателесеміз, бірақ не істеуіміз керек? Көбірек тәубе қылуымыз керек екен. Сіздің тәубеңіз Құранды тікелей ашуға себеп болатын амал дейді. Екіншісі, біз өзімізді толығымен дүниеге бердік те, Алланың кітабын тастадық дейді. Тек бар уайымыз қазір не болып жатыр? Қалай ақша тапсам? Ұйқыдан тұрғаннан ақша іздейсің, ұйықтап кеткенше ақша іздейміз ғой. Мойындаймыз ғой, мойындаймыз. Қазір бізде қол тимейді. Балдардың бәрі садикте 2 тарап болып тауып жатыр. Қатын да тауып жатыр, еркек те тауып жатыр ақшаны. Бәріміз, үйде бәріміз жұмыстамыз. Балдарды тәрбиелеуге уақыт жоқ бізде, бірақ не істеп жатырмыз? Барлығымыз ақшадамыз. Сен балаңды тәрбиелеуге уақыт болмағанда Құранды ашуға қалай уақытың болады деп айтқан екен. Үшінші, Құранды бізге аштырмай тұрған нәрсе дейді. Біз бұл Құранның Алладан түскен кітап екендігіне әлі шын жүрегімізбен сенген жоқпыз дейді әлі. Бір қатардағы кітаптардай көреміз. Құран ондай емес дейді, сіз ойла. Бұл әлемдердің Раббысы тарапынан түскен ең ұлы аманат дейді Құран. Соны сезінбегендіктен біз Құранға бейжай қарап жүрген жайымыз бар дейді. Как будто Құран оқысақ дүние тоқтап қалатын сияқты, ақша келмей қал. Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Кімде-кім дүниені қаласа, Құранға жабыссын дейді. Кімде-кім ақырет өмірін қаласа, Құранға жабыссын дейді. Кімде-кім екеуін бірге қаласа, Құранға жабыссын деп айтқан екен. Міне. Құран бұл сіздің дүниенің де, ақыреттің де кілті. Бағана Ерсін ұстаз айтып жатыр, енді оны мен өзім ұялып жатырмын. Сіздер қалай ұялу болды ма, болмады ма? Көріңіздер бір іштеріңізді. Бейде не деді? Оқы да көтеріл деп айтады дейді ертең. Ойлаңызшы. Алла тағала бар ғой, оқы да көтеріл аятты. Сен жаттаған жеріңе дейін көтерілесің деп айтады. Мысалға, 4 сүремен әлі 10 жылдан бері ұрып жатқандарымыз бар ішімізде. Фатиха, Ихлас, Каусар бар, ең қиын сүре, сосын Фалақ бар, или Нас бар. 4-5 сүремен ұрып келе жатырық, и ол кириллицамен жатталынған ғой. Кириллица. Құдайдың құдіреті кеше Алматыдан ұшайын деп, самолетке отырайын деп атқан кезде ақшам намазын оқыдық та жамағатпен. Аэропортта ғой, аэропортта. Құдай маған соны көрсеткісі келген шығар, әдейі бүгін айту үшін. Бір жігіт шықты имамдыққа. Енді ана жерде имамдыққа шығам деп те орын алмайсың. Өзінше екен бір ұстазбын деп деген сияқты. Сонымен анау орынып шықты енді, ал жақсы деді. Намаз дұрыс болсын әйтеуір дедік. Сонымен не деді? Фатиханы бітірді. Алам тара тара кайфала фи асхабил фил деді ғой. Машалла. Анау қандай аят анау? Алам басанал бір асхабил фил бірдеңе. Анау фил сүресін оқып жатқан жоқ. Өзі бір сүре жасап алып оқып жатыр анау. Ұялмайды еще, имамдыққа шығып тұр. Менің құрамым тура деген сияқты ше. Ұялса кішкентай. Ұялмайды. Имамдықта тұр. Кириллицамен жаттаған. И кириллицаны дұрыс емес жаттаған ғой. И соған разы өзі. Имам Абу-Лайс Самарқан дейді, кімде-кім өзінің тілінде аяттар жаттап алып, сонымен намаз оқып жүріп, соған разы болса, оның намаздарында проблема бар деп айтқан. Кімде-кім өзінің тілінде жаттап алып, кейін түп нұсқадан үйреніп жүрсе, онда оның намазды дұрыс деп айтқан. Осындай сөзі бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл Құранмен қалай болса солай мәміле. Ертең оқы да көтеріл деп айтады. Мысалға, жаңағыдай тұрсың, алам таро кайфа фағала фағала мағала деп мысалға ан жерде. Бір аятқа да есептелмейді ғой. Вообще Құранды қорлау болады ғой деген. Оқы да көтеріл дейді. Жаңа жаттаған 4 сүреңіз бар, мына жерде пиқ деп көтерілдіңіз. Кетіп бара жатыр анаяқта. Сізбен бірге жүрген балдар вроде. Бірақ не? Ясин жаттап қойған техничный. Тәбәрәкті күнде кешке оқиды жатарда. Кетіп бара жатыр анау. Ай, өкінгеннің көкесі сол кезде болады дейді. Ал енді қарилар тойлар ойламай қойыңыздар енді. Олар юқарыда. Жәннаттың 100-ші дәрежесі болса, сол жақта жүреді о кісілер, Құдай қаласа. Көрдіңіздер ме? Оқы да көтеріл. Өкініш бола ма жәннатта? Енді қараңыздар. Мен 4 сүре жаттаған адамменен жаңағы Құранға еңбек қылып, өзінше әрекет жасап, көп жаттаған кісі екеуміз Алланы бірдей көре аламыз ба? Жоқ.
олар күнде көреді иншалла. Раббысын, Алланың дидарын жәннатта олар иншалла жәннаттың жоғарыда күнде көреді. Бізше кірген кезде бір рет көрсең болды, көрмесең ол да жоқ. Ал бір рет Алланың дидарын көрген пенде дейді, жәннаттағы ешбір нығметті мойындамайды дейді. Оған ештеңе қызық емес болады дейді. Раббысының дидарына не болып қалады дейді? Ғашық болып қалады дейді, Алланың дидарына. Сол амалдар енді сізді күнде Алланың дидарын көрсетуге апаратын амалдар ғой, көрдіңіздер ме? Сол үшін де біз Құранмен негізі бар ғой, бұлай Құран туралы уағыз айтпаған ілгеріде адамдар. Негізі Құран туралы уағыз айтпаған. Өздерімен өздері оқи баратын болған ілгеріде адамдар. Бұндай уағыздарға мұқтаж болмаған. Біз қанша айтып атсақ та, бірақ не істемей жатыр? Жақсы айтты, машалла, әдемі айтты. Құда қаласа, келесі Рамазанға дейін бірдеңе қыламыз дейді. Келесі Рамазанға дейін бар ма, жоқ па, Шалабай атам әруақ сияқты ұшып кетесіз бе, оны Құдай біледі. Көрдіңіз бе? Сол үшін де не істемеуіміз керек екен? Құраннан ажырмауымыз керек екен, ағайындар. Сөздердің ең жақсысы бұл Құран екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи кімде-кім Құранмен көп байланыста болса, Алла тағала оның ешбір тілегін қайтармайтындай дәрежеде өзіне жақын қылып тастайды дейді. Бағана ұстаз айтты, Ерсін ұстаз. Құранды көп оқитын адамның дауысы періштелердің құзырында сақталып қалады деді. Егер дәл сол дауыс Раббым менің өмірімде мынадай қиыншылық болып жатыр деген естісе дейді, періштелер проблеманы шешуге кірісіп кетеді дейді. Неге? Өйткені ол күнде Құранмен естіліп жүрген, жатталып қалған дауыс дейді. Көрдіңіздер ғой? Сол үшін де Құранға не істеуіміз керек екен? Қатты байлануымыз керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисін айтайын, Құран туралы ары қарай өтіп кетейін тез-тез. Дейді, сендерден қайсы бірің Бұтхан мен Ақиқ базарына барып дейді, Мәдинадағы базарлар ғой. Таңертең ұйқысынан тұрғаннан кейін күнә істемеген күйде және туыстық қарым-қатынасты үзбеген күйде, екі амал. Базарға барып тегін түйені жетектеп келуді қалайды дейді ғой. Вай ба, қазір мына аулада түйе таратып жатыр деп айтайын бар ғой. Мен бір өзім қалып қоюым мүмкін мына жерде. Рас айтам. Бір өзім қалып қоюым мүмкін. Тегін түйе таратылып жатса, тегін донерге қырылып жатыр ғой. Донерге 800 теңге. Қара қырғын тегін деген нәрсе. Рас па, көріп жатсыздар ғой телевизорда? Наушник тегін, AirPod қырғын очередь деген. Сағаттап тұр адамдар сол жерде очередьте. Көріп жатсыздар ма? Көріп жатсыздар ғой. Пайғамбар қақсап жатыр мына жақта. Түйе береді деп жатыр Алла тағала. Түйе, тегін түйе. Кімге? Сонда пайғамбар сахабалар дейді, я Расул, тегін түйе ма дейді. Тегін түйе дейді. Ойбай, оны кім алғысы келмейді? Бәріміз алғымыз келеді ғой дейді, тегін түйені. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді, саллаллаху алейхи вассалам, сендерден қайсы бірің дейді. Таңертең ұйқысынан оянғаннан кейін күнә істемеген күйде, туыстық қарым-қатынасты үзбеген күйде, екі амал. Күнә істемеген күйде, туыстық қарым-қатынасты үзбеген күйде, Алланың қайсы бір мешіттерінен бар бір аят жаттаса, Алла жолында бір түйені бергенмен бірдей болады дейді. Бір түйе 1 миллион теңге, ағайындар. Ал кім 2 аят жаттаса, оған 2 түйе дейді, ана қарасаңшы. Кім 3 аят жаттаса, оған 3 түйе дейді. Әр аятқа 1 түйе деп айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ана қараңыздар. Кім бер алады 1 түйені Алла жолында бір күнде 1 миллион теңгені кім бер алады, айтыңыздаршы. Бар, бірақ өте сирек қой. Сол үшін де пайғамбарымыз осындай нәрсені бір аят Алланың құзырында 1 түйе. Анау егер кәсібіңізге түсіп тұрса бар ғой ше, ешқайсыңыз шықпайсыздар ол кезде мешіттен бар ғой. Құл-құлақ уақат жаттадыңызда, құл-құлақ уақат ұстаз тапсырдым десе, пың кеткіз 1 миллион теңге түседі кәсібіге. Машалла, ұстаз мен қайтпаймын, Аллаху самат жаттаймын осы жерде отырып. Аллаху самат, Аллаху самат. Әрпін дұрыс па, ұстаз, әрпін ба? Түспей қалмасын. Главный әріптер дұрыс болсын. Рас айтып жатырмын. Мынау кәсібіге түспегеннен кейін сол түйе жаңаға пайғамбар айтқан бола ма екен, точно. Әлде мына Нұрсұлтан далбасылап кетті ме, бірдеңелерді айтып қақты. Точно түседі. Точно. Ма янтиқу анил хауа. Ол пайғамбар өзінің ойынан бірдеңені айтпайды. Ин хуа илля вахюн юха. Бұл тек вахи еткен нәрсені айтады дейді. Біз вахи еткен нәрсені. Демек пайғамбар айтып жатса, оның артында кім тұр екен? Әлемдердің Раббысы Алла тағала тұр екен. Жаңа түйенің қожайыны сол.
Түсінікті ғой, а? Дайынбыз ба енді, Құда қаласа? Құран оқимыз ба биыл Рамазанда? Я дегендер, өтірік я демеңіздер көппен бірге. Бұл той емес, жұртпен бірге көретін. Каждый за себя. Я деп ертеңнен бастап, ертең болмайды, бүгін түстен кейін бастау керек. Ертең деген уж болды, үйге барғаннан тересер ал көресіздер, анау мынау кешегі уағыз не айтып еді, тасташ, бардық та қайтты. Болды, қалады ол. Бүгіннен бастау керек Құран оқуды. Бүгіннен бастау керек. Міне, сол Құдай қаласа, құрметті ағайындар, бұл бірінші біздің хадистің шарқы. Демек, пайғамбарымыз айтты, жәннатта сыртынан іші, ішінен сырты көрінетін үйлер бар деді. Олардың алатын адамдардың сипаты, бірінші сипаты жақсы сөз сөйлегендер дейді. Сөздердің ең жақсысы не екен? Құран екен. Ал жаманы не? Өсек, ғайбат. Адамдардың арасына от салу. Рамазанда сақ болыңыздар, ағайындар. Мен қаскелеңде уағыз айтып жатырып, құрметті ағайындар, мынау Рамазанда өсектен сақ болыңыздар, ғайбаттан сақ болыңыздар. Амалдарыңыздың барлығын құртып жібереді. Ағашты от қалай жейді, оразаны өсек, ғайбат солай жеп қояды. Тілге ие болынбаған ораза емес ол. Кімде кім Рамазанның бір күнін жоғалтып алса дейді, пайғамбарымыз айтады, бір күнін жоғалтып алса, ол одан Рамазаннан кейін өмір бақи ораза ұстап өтсе де, сол бір күнді толтыра алмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оның несін жоғалтып алса деп жатыр? Сауабын жоғалтып алса деп жатыр ғой. Сол үшін өсек, ғайбат кетті ма Рамазанда? Не болады ол? Оразаның сауабын түсіңізде көресіз. Аумин, Аллаху акбар. Қаскелеңде бір уағыз айтып жатында, ағайындар, міне осы Рамазанда өсектен, ғайбаттан сақ болуымыз керек. Бұлардың барлығын Рамазан біткеннен кейін не істейміз десем, Рамазан біткесін айтамыз дейді ғой. Сонда не үшін ораза ұстадық біз? Оразаның мақсаты не? Бір ай бойы өсек айтпай, Шәуәлдан бастап кету ма өсекті? Жоқ. Оразаның мақсаты, Алла тағала аятта айтты ғой, ләалләкум тәттәқун, тақуалыққа жетулерің үшін сендерге ораза парыз етілді деді. Мақсаты не екен оразаның? Сол бір ай бойы аузыңызды тыйып үйретіп, Рамазаннан кейін тыйылып кететін қылу керек екен. Демек сөздерде не болу керек екен? Сақ бол. Пайғамбарымыздың көрші әйелі болған, саллаллаху алейхи вассалам, күндіз ораза, түнімен намаз оқиды, тағажүттерді қолтығынан жіппе потолоктан бүйтіп, аяғы талып қалған кезде сөйтіп оқитын болған, түнімен намаз оқитын болған. Бір күні қайтыс болды да сахабалар, Аллаху акбар, Алла елшісінің көршісі тақуа әйел қайтыс болды деген кезде, жәннати болды ма я Расулалла деген кезде, ол әйел тозақи болды дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Қалайша я Расулалла, сондай амал жасаған адам қалайша тозаққа түсіп қалды деген кезде, оның амалдарынан не ғайбыл дейді. Тілінен ешкім амандықта қалған жоқ деп айтады дейді. Көршіні де, көлемді де, туғанды да, туысқанды да, досты да, жаранды да ешқайсысын қалдырмай жамандайтын еді дейді. Оның амалдарының барлығы далаға ұшып кетті деп айтқан екен. Мен көрдіңіздер ме? Рамазанның сондай бір несі, қасиеті, тілімізге не болу керек екен? Сақ болу керек екен. Біреу өсек айтып жатса, оны үндемей отырып не істеу керек екен? Тыңдау керек екен. Оған қосылып кетуге болмайды. Ал сөйтіп үндемей тыңдап отырсаңыз, қосылып кетті деп жазылады Алланың алдында. Сондай. Рамазанда біреу өсек айтып жатады ғой. Главный мен емес, мен аузым берік өздері айта бер. Бірақ техничный іліп отырды арасындағы өсектерден тырс кішкентайдан. Тыңдап отқан адам айтып атқан адамдардың үкімімен бірдей алады. Осыны білесіздер ме? Ораза деген сөз бұл не? Бүкіл денемен жасалынады. Біз тек қарынмен жасалынады деп ойлап жоқ, әлі күнге дейін. Ораза бүкіл денемен жасалынады. Көзбен де, құлақпен де, қолмен техничный өтірік парақтарға қол қойып жүріңіз, ешкімге айтпады. Ол да кетті, оның да оразасының сауабы жоқ. Аяғын кешкісін тарауықтан кейін жайлап, оля біраз болды, кальян шегіп қайтайық деп болды. Сол күнгі оразаң, до свидания. Аяқтың оразасы кетіп қалды өйткені. Бүкіл денемен жасалынады. Рамазан бүкіл денемен жасалынады. Міне, сол кезде Рамазан. Солардың ішіндегі ең қатерлісі не екен? Тіл екен. Қазақ не деді? Екелі аузыңа, төртелі қақпақ деді. Рамазанда ол 8 елі бол керек. Төртеу, сыртына тағы төртеу, 8 бол керек. Оның ар жағында
32 тісіңіз бар, 8, 32, 40 болды. Оның сыртында 2 ерім бар, 42 әскер тұр мияқтың. Бірақ соның арасынан шығып кетеді ғой. Тек жыландыкіне ұқсамай қалған, жыландыкі былай сәл айырылады ғой екі жағы. Біздікі прямой былай тұрады. Бәрін білдіріп жүреді ғой. Айтып болғаннан кейін барып не дейді? Оля, Рамазан екен ғой дейді. Болды, уже айтып қойды. Айтпай тұрып, айтпайды оны. Айтып болғаннан кейін айтады. Рамазан екен ғой, ойбай. Сол үшін де тілге, міне пайғамбарымыз айтып жатыр. Жаңағы үйді алам десең, аузыңа ие бол деп жатыр. Міне қарап айтып жатыр, байқап отырсыздар ма? Жоқ, кейде WhatsApp-пен жазады да өсектерді. Ол да қолдың оразасына кіріп кетеді. Болды, WhatsApp-пен кеткен өсек те өсек болып есептеледі. Өлә деп қойып жібердіңіз ба кешке дейін? Қойш деп кетіп жатыр ма? Болды, ол да өсек болып есептеледі. Телефон да өсек. Не болып кетті? Қиын болып кетті ғой деп жатқан жоқсыздар ма? Жоқ, ештеңе қылмайды. Ас-сауму джуннатун деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ораза бұл қалқан деді. Сіз дұрыс ұстай алсаңыз, сізге күнәдан қалқан болады өмірде. Қабірде азаптан қалқан болады. Қиямет күні тозақтан қалқан болады. Міне, ораза осы. Оразада неге аман боламыз демек ағайындар? Тілге аман. Енді бұл үлкен тақырып, мен қазір кіріп не қылмай қойын. Бітіріп тастайын, ұстаз, уақыт болды ма менде? Иә. Ол лимит бітіп қалып жүр. Не айтып жатыр едім мен? Біріншісі жаңа жақсы сөз сөйлегенге деді. Екіншісі деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жаңа үйді айтып жатырмын ғой, үйді документ жинап жатыр. Екіншісі Оля не деген? Мән атуамат туам деді. Кімде-кім тамақ берсе деді. Кімде-кім ас берсе, оған не болады деді? Жәннатта үй болады деді. Ана қарасаңызшы, мына хадистің оразаға күшті келіп жатқан қарасаңызшы, бедейтіне қара. Жақсы сөз сөйлеп жатсыз, Құран оқып жүрсіз Рамазанда, кейін не деді? Ауыз ашар берейікші осы дедіңіз ғой. Ас беру ма? Кетті ғой. Нұр-Мүбаракта бір жігіт бар дейді. Өткен жылы ұмытпасам, бір ай бойы 2000 адамға ауыз аштырған дейді ғой. Ойбай. Мешітте ма сондай? Университетте ма, мешітте ма нақты білмеймін. Бір ай бойы 2000 студенті бар, жамағаты бар бәріне. Бір ай бойы 2000 адамға. Не деген сауап, ойбай. Қарасаңшы. Енді Алла нәсіп еткен адамдар істейді оны. Ол нәрсе әркімге бұйыра бермейтін нәрсе, енді бір бақ. Ас беру адамдарға. Ас беру. Ас бергенде де бірінші ас бермей тұрып не беру керек? Оларға тамақ бермей тұрып, үйге келген қонаққа не беру керек, келіндер? Тамақ бермей, сәлем емес, қабақ беру керек. Тамақ бермей тұрып, қабақ беру керек. Сәлемді итак бересіз ғой, бермей көр сәлемді, мысалы, енелеріңіз ұрсады ғой. Қабақ деген не ол? Жылы шыраймен қарсы алу керек қонақтарды. Демек, Рамазанда ас беру, бұл жәннатта үй беруіне себеп болады екен. Бұлай уақытта да ас беру, үй беруге, үй алуға себеп болады екен. Енді Рамазандағы асты қарасаңызшы, кімде-кім ораза ұстаған кісіге ауыз аштырса, ауыз ашар берсе, яғни, сол кісінің оразасын ана кісіге жазылады дейді. Мысалға, 10 адамға ауыз ашар бердіңіз, үйге туған туысқанға, 10 адамның оразасының сауабы кімде тұр? Сізде тұр. Енді ана кісіде ренжіп қалады ғой, мен кешке дейін көрейін деп ұстайды екен, мысалға. Оның кешкісін барып саған беретін болсам, мен не үшін ұстап жүрмін? Жоқ, copy-paste, копировать ставить қой. Ана кісіде сол оразаның сауабы қалады, одан ештен кемітілмейді. Мына кісіге соның копированиесі беріледі. Енді қызығын айтайын ба? Мысалға қарасаңызшы. Пайғамбарымыз айтып жатыр саллаллаху алейхи ва саллям. Кімде-кім бір күн Алла үшін ораза ұстаса, 70 жылға тозақтың отынан алыстайды дейді. 70 жылға. Сіз өзіңіздің 30 күндік оразаңыз бар. Ағайын туысқа берген, енді ауыз ашар беруге екен деп ысырап қылып керек емес. Қасиетті айда күнә арқалап қаласыздар бостан-бос. Манты, беш бармақ керек емес. Жеңіл-желпі болды. Ана бейшара тарауыққа баратын адамды қинамаңыздар сіздер. Сосын олар қарилар жамандап жүреді. Ұзақ оқиды, рукухта қатты тұрады, мен дәретін қысып кетті бірдеңе. Өзің тойып алғанмен шамасы жоқ, келіп қариларға айтады әңгімені. Басқа мешіт жоқ па? Жай андай тез-тез оқып жатқан барып не қылатын деп. Сондай жер іздейтіндер бар. Өзі бірақ не істеп алған? Асқазанның 3-тен 1 тамақ, 3-тен 2-сі су, 3-тен 1 ауаға дейді.
3-тен 4-ке шығарып қойған ғой ол. 4-ке ауа түгіл ештеңеге уақыт жоқ, орын жоқ. Десе болды, атылайын деп тұрған болды. Рукуққа әрең тұрады, тұрғысы келмейді ол. Рукуққа да тұрғысы келмейді. Осы ма Рамазан, осы ма ауызашар деген осы ма? Ондай емес ауызашар. Пайғамбарымыз ондай нәрсені жақсы көрмеген. Сауап жинайтын айда күні арқалап қалып жүрмеңіздер. Ысырап дастархан керек емес. Алла ондай ысырапқорларды жақсы көрмейді дейді. Жеңіл-желпі әдемі жидау деген нәрселермен дастархан жасасаңыз, сол адамның ауызашқан сауабын аласыз, ағайындар. Көрдіңіз ба? Өзіңіздің 30 күн бар. Тағы бір 30-40 адамға беріп қойғансыз ауызашар. Ойбай, әрқайсына 70 жылдан албатсыз. Не деген рахат. Күшті ма? Күшті ғой. Ана тозақтан алыстаған сайын ол қайыққа жақындайды ол. Алланың рахымына, жәннатына қарай жақындайды ғой. Міне көрдіңіздер ма? Кімде-кім тамақ берсе деген осы екен. Міне қараңыздар. Яғни Рамазандағы бір нәпіл амал, ас беру, ауызашар беру, бұл неге айналады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Парызға айналып кетеді дейді. Рамазандағы нәпіл амалдар парызға айналады дейді. Осындай хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал парыздар 70 есе парыз болып жазылады дейді. Ана қараңыздар. Рамазанда бір парыз неше парыз болып жазылады дейді? 70 есе парыз болып жазылады дейді. Күшті ма? Қандай күшті мысалға да? Бір парыз 70 парыз деп жазылады дейді. Өзіміз үшін сәресіге тұрамыз ғой, Рамазанда, дұрыс па? Өзіміз үшін сәресіге тұрамыз. Сәресіге тұрғаннан кейін ар жағында тамақ жеп алғаннан кейін не кеп тұр? Таң намазы кеп тұр ғой. Асты шамалы басу үшін қайыққа барып қайтса болады, еркісілер? Мешітке бару керек. Рамазанда итак 11 ай бойы таң намазын мешітте оқып жатқан жоқсыздар, білеміз? Хотя бір Рамазанда таң намазын мешітте оқу керек. Рамазанда бардыңыз таң намазына, таң намазы 27 намаздың сауабы бар. Жамағатпен оқылған намаз, жалғыз оққан намаздан 27 есе артық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? 27 намаздың сауабын алдыңыз. Оған қосымша жаңағы 70 парыздың тағы сауабы бар. Қанша болды? 1890 болады екен, жаңа есептедім отырып. 1890, 2000-дай намаздың сауабын алады екен ғой, бір намазға барған адам. Ол аз деп қояды. Аз болса дейді, пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Миғраж түні бізге парыз етілген намаз нешеу болды? 50 болды ғой, 50. Кейін Мұса пайғамбарға Алла разы болсын, бізге нешеуге түсіріп берді? 5-еуге түсіріп берді. Сонда соңында не деді? 50 алғашқы парыз етілген намаздың сауабы осы 5 уақыттың ішіне берілетін болды деді. Демек біздің әр намазымызда неше сауаптан бар екен? 10-нан бар екен. Ал жаңағы 2000-ді 10-ға көбейтіңіздер. 20 мың. Бір парыз намазына қатысқан адам Рамазанда 20 мың намаздың сауабын алуы мүмкін екен. Білмеймін, бұны дұрыс па есептеген, дұрыс емес па? Ұстаз ұрсат шығармаған. Ну ладно, енді көреміз. Жалпы енді Алланың рахымы кең ғой енді. Одан да үлкен болуы мүмкін мысалға да. Деген сияқты. Рамазанда парыздарға мықты тұру керек, нәпілдерге де керемет болып тұру керек екен. Екінші амал демек не екен? Тамақ беру. Шаршап қалдыңыздар, тез-тез аяқтап тастайын. Үшінші амал. Жаңағы үйді алатын адамның үшінші сипаты. Кімде-кім жиі-жиі ораза ұстаса дейді. Көрдіңіздер ме? Кімде-кім жиі-жиі ораза ұстаса, онда оған не бар дейді? Жәннатта сыртынан іші, ішінен сырты көрінетін үйлер бар дейді. Жаңағы інжуден, жақыптан жасалған дейді. Рамазаннан тыс уақытта да біз не істеуіміз керек екен? Ара-арасында ораза ұстап тұру. Ертең Рамазан бітті, Құдай қаласа. Рамазан біткеннен кейін не басталады? Шәуәлдің 6 күні бар. Дұрыс па? Шәуәлдің 6 күн Рамазанның айтынан кейін бастап 6 күнді ұстасаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 1 жыл бойы ораза ұстаған адамның сауабын алады дейді. Қандай күшті. Сол 36 күн арқылы қаншама Алланың мейіріміне, рахметіне бөленіп кетуге болады екен. Міне, оразаны жиі ұстаса деген осы екен. Енді бұл оразада, ағайындар, мына енді айтпай кетпесе болмайды. Оразада, ораза ұстаған біздің үмметке, басқа үмметке Алланың бермеген сыйлықтары бар екен. Оразада. Біріншісі, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, ол кісінің аузынан шыққан жағымсыз иіс Алланың құзырында әтірге айналады дейді. Екіншісі, ол адамды шайтан бұрынғы айлардағыдай уәсуәсасына бөле алмайды дейді. Яғни азғыра алмайды дейді. Өйткені шайтандар ертең уже 4 күннен кейін оларға үкім шығады. Кісенге кетеді барлығы. Сол кезде сұрақ келеді, тәк.
Онда немен Рамазанда күнә істеп жүрмін деген, иә? Бұл былай дейді, имам Науауи айтады. Кімде-кім өзінің шайтанын кісендегісі келсе, сол кезде ғана кісенделеді дейді. Кімде-кім өз шайтанын бос жібергісі келсе Рамазанда, оныкі бос болады дейді. Демек, әр қайсымыздың жеке-жекемізге байланысты екен шайтанды не істеу? Кісендеу, кісендемеу. Көрдіңіздер ме? Кетті ма? Үшіншісі дейді. Алла тағала сәресіде ауыз бекіткен пендесіне дейді. Ауыз ашарға дейін бүкіл періштелерге әмір береді дейді. Аузын бекіткен мына пендем үшін кешірім тілеп тұрыңдар деп айтады дейді, ана қараңыздар. Сіздер сәресіде ауыз бекітесіздер ғой, кешке ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштесі мына кісі ораза, Алла бұны кешір, мына кісі ораза деп Алланың періштелері истиғфар айтып тұрады екен, ана қараңыздар. Және дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, сол менің үмметімнің құрметіне Рамазанның оразасы келген кезде Алла тағала жәннатқа айтады дейді, ей жәннат, бұрынғыдан да бетер әсемден деп айтады екен, ана қараңыздар. Ей жәннат, бұрынғыдан да бетер әсемден, жер бетіне менің пенделерім шаршап келеді, демалсын деп айтады екен. Шаршап атырмыз бәріміз, өлейін деп жүр. Пенделерім ораза ұстап не істеп келеді дейді, шаршап келеді, жәннат сенде демалсын. Енді қарасаңшы, бұл әмірдің орындалып жатқанына, мына бұйрықтың орындалып. Биыл біз жер бетіндегі нешінші оразаны ұстайын деп жатырмыз, білесіздер ма? Бір саннан қателесті. Биыл біздің жер бетінде ораза ұстайын деп жатқанымызға 1445 ораза екен. Биыл оразаның парыз болғанына 1445 жыл. 1445 рет нестелінген екен, жәннат әдеміленіп атыр, әсемденіп атыр. Күйеуін сағынып күткен әйел сияқты дейді алыстан. Кірген бойда ертең не істейді дейді, демалады дейді. Ораза ұстап келгендер. Міне, оразаның сыйлығы осында екен ағайындар. Одан бөлек, енді тез айтып тастайыншы, айтқым келіп барады, ішінде не кешкісін жата алмайым, просто айтпай кетіп қалсам бар. Одан бөлек қызық айтайын ба? Бір Рамазанның ішінде 5-6 рет кешіріліп кетеді екен ғой пенде. Бір Рамазанда 5-6 рет кешіріліп кетеді екен ғой. Ертең алғашқы күнде оразаны ұстаймыз ғой, сол кезде пайғамбарымыз айтады саласы, кімде-кім Рамазанды Рамазанға жалғап ораза ұстаса, 2 Рамазанның арасындағы күнәсінен ештеңе қалмайды дейді. Бірінші күні біз не істейміз, иншалла, кешірілеміз. Кейін екінші тағы, мән қома бағана айтты, кімде-кім тараух намаздарына, түнгі намаздарға тұрса, шын жүрекпен сауабын үміт етіп тұрса, ойбай, ұзақ болып кетті ше, белім ауырыпты, мына қари бар ғой, қанды іштау, ертеңнен бастап келмеймін мына мешітке деп тұрса деп атқан жоқ. Шын жүрекпен тұрса деп атыр. Бітіп қалмаса екен, ойбай, бітіп қалмаса екен деп тұрса дейді. Сауабын үміт етіп, оның өткен күнәларынан ештеңе қалмайды дейді пайғамбарымыз айтады салсын. Кетті ма? 2, 3. Бағанағы періштелер дейді, таң атқаннан күн батқанға дейін сіз үшін истиғфар, тілектері қайтарылмайды дейді. 3. Үшінші рет кешірілесіз. 4. Кімде-кім қадір түнімен кездессе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, оның өткен күнәларынан ештеңе қалмайды дейді. Кетті ма? Кетті. 5. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім Рамазанның оразасын ұстаса, соңғы түнінде кешіріледі дейді. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулалла, ол қадір түні ма? Жоқ, қадір түні емес дейді пайғамбарымыз айтады. Ол қадір түні өз алдына бөлек, мен айтып жатқан түн өз алдына бөлек. Әрбір жұмыс деген кісі өзінің ақысын ала ма айдың соңында дейді. Әлбетте, дәл солай Рамазанның оразасын ұстаған кісінің ақысы күнәларынан түк қалмай кешірілуі деп айтты дейді, қараңыздар. Бір Рамазанда бір пенде 5 рет кешіріліп кетуге мүмкіншілігі бар екен ағайындар. Кетті ма? Ораза туралы айттық. 4-ші соңғы амалды айтайын, сонымен бітті Құдай қаласа. Так, нені айттым мен? Жаңағы үйде алатындардың біріншісі не? Жақсы сөз сөйлейтіндер. Жаттап алыңыздар, маған тыңдап кетіп қалғандарыңыз керек жоқ. Пайда алғандарыңыз керек. Екіншісі, ас бергендерге, бүгіннен бастап мешіттер очередке тұрайын деп тұр, ауыз ашар беруге. Үшіншісі, жиі ораза ұстаса дейді, машалла. 4-шісі, тараух емес екен. 4-шісін ағайындар, төмендегі подробныйды басыңыздар, келесі Рамазанда айтам иншалла. Подробный деген батырманы апа басасыз, сосын свайп деген бар, былай көтересіз, сол жерде. 4-ші амал ағайындар, 4-ші амал. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам
кімде кім түнгі намаздарға тұрса дейді. Яғни бұл не? Рамазанда тараух болса, Рамазаннан тыс уақыттарда соғыс намазы деп айтайықшы. Соғыс, ана намазға тұру, кәдімгідей соғыс қой. Бағана Counter-Strike деген сияқты. Шайтандар ұйықта дейді, сен тұрғың келеді, сонымен ары бері деп жатқан кезде таң намазымен бірге Аллаху акбар жоқ болып кетеді, жаңа түнгі намаз. Таң намазымен бірге қаза болып кетеді ғой. Ане апам күлді, тәжірибеде бар да, апамда көрдіңіздер ме? Демек түнгі намаз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тағалаға парыздардан кейінгі ең қатты ұнайтын намаз бұл не дейді? Түнгі намаз дейді. Парыздардан кейінгі Аллаға ең қатты ұнайтын намаз бұл не екен? Түнгі намаз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил періште келді бір күн айтты: "Ей Мұхаммед, қалағаныңша өмір сүр, бәрібір өлесің" деп айтты дейді. Ақиқат, я? Ешкім қашып құтыла алмайды. Қалағаныңша өмір сүр, бәрібір өлесің дейді. Ей Мұхаммед, қалағаныңды жақсы көр, бәрібір одан ажырайсың деді. Ей Мұхаммед, қалаған нәрсеңді істе деді. Өтемін өзің көресің деді. Біліп қой деді, біліп қой. Мүминнің даңқы түнгі намазында дейді. Абыройы адамдардан ештеңе сұрамауында дейді. Момын мұсылманның даңқы, Алланың алдындағы мәртебесі қаяқта дейді? Түнгі намазында дейді. Рамазан түнгі намаз оқуға ең қолайлы жылдың мезгілі екен ғой. Неге айтайын ба? Өзің үшін тұрасың ғой сәресіге. Сәресіне ұйықтап қалмайық деп жатасың ше. Сәресіне ұйықтап қалдың, сол күн бойы ешкімнің сөзін көтермейсің, кәдімгіде бар ғой. Сөйлемеш. Неге? Өткен сәресі кетіп қалған ғой. Түнгі намаз кетіп қалса, ондай настроение болмай, әдем болып жүре бересің кәдімгідей. Главный сәресі кетпеу керек. Таң намазы қаза болсын, сәресі кетпесін. Неге? Қарын ашып қалады, өйткені қарын деген сұмдық бұл деген. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де түнгі намаз, ақыры сәресіге тұрып тұрсыз ғой, дайындайым дегенше сәресіне не істеп алуға болады екен? 2 рәкағат түнгі намазды оқып алуға. Алла ол пендесіне нұр береді дейді ғой түнгі намазбен. Алла түнгі намазбен пендесіне не береді дейді? Нұр береді дейді. Алла тағала әрбір түннің соңғы бөлігінде пенделерін күтеді дейді. Тахаджуд оқитын пенделерін күтеді екен. Сұрайтындар бар ма екен? Берейінші деп айтады екен. Мұқтаждар бар ма екен? Өтейінші. Аурулар бар ма екен? Шипасын берейінші деп айтады екен Алла тағала. Міне, бірақ біз не дейміз? Алла, бізде бәрі окей, чики деп ұйқыны тебедік. Қашан бір жерге қадаласын, сол кезде тахаджуд 5 уақыт намаз, мешіттен шықпайсың бар ғой. Проблема біткеннен қайттан тастап қоясың сосын. Құдай бізге проблема болған кезде керек болатын бақпаған ғой. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де тахаджуд намазын не істеуге болады екен? Рамазанда 30 күн бойы оқуға болады екен ағайындар. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Көп рахмет. 4 амал ұмытып қалмаңыздаршы, пожалуйста, үйдегілерге айтыңыздаршы. Жәннатта Алла тағала үй береді екен. Біріншісі жақсы сөз сөйлегенге, екіншісі ас бергенге, үшіншісі жиі ораза ұстағанға, төртіншісі түнгі намазға тұр. Бұл түнгі намаз үлкен тақырып, мен қазір енді айтып тастай алмаймын барлығын. Бірақ енді биылғы Рамазанды қажекелер ең күшті өткізудің жалғыз жолы бар. Айтайын ба? Айтайын. Биылғы Рамазанды күшті өткізудің жалғыз ғана жолы, ағайындар, мынау менің өмірімдегі ең соңғы оразам деп ұстасаңыздар, күшті ұсталынады. Бұдан кейінгі келесі Рамазанда мен жоқпын деп елестетіңіз да, мынау менің соңғы оразам деп ұстан, келесіге жете беріңіздер, құрсын, мен нем бар сіздерде? Жете беріңіздер. Бірақ сондай сезіммен ұстасаңыздар, бұл ән бұрынғы әннен өзгеше дейді, Абай атам айтады. Мына Рамазан бұрынғы Рамазаннан басқаша болады. Гарантия качества. LG деп айтады, сондай сияқты айтамын мен. Точно айтамын. Өстіп өткізіңіздер. Мына жазбаңыздаршы. Биылғы Рамазан менің өмірімдегі ең соңғы Рамазандай қылып өткізем деп. Сөйтіп өткізсеңіздер, мына бір қиссадағыдай болады екенсіздер. Бір қиссам аяқтап сен қажеге, болды, қазір 1 минут.
бір патша болған дейді ғой, бір патша болған дейді. Өзінің уәзірлерін сынау үшін 3 уәзірін қолына дорба бергенде, есіктің алдындағы баққа барыңдар да, дереу маған жаңағыдай жеміс жидек жинап әкеліңдерші деп айтты дейді. Сонымен 3 уәзір кетті дейді. Біріншісі дорбаны ашты да, алдында бәрі бар ғой дейді патшаның. Ерегетте отырады, осы бар ғой ше. Главный дорба толса болды деп ішін ана мусор бірдеңеге толтырып бетіне 4-5 тері алманы қойып қояды ғой жаңа. Если что ашық қалып жатса деп ше. Пока зуха деп айтады оны. Для галочки деп айтады кейбір жерде. Екінші уәзір не істейді? Екінші уәзір қолын тығып қалатындай болып жатса, шірігіне түспесін деп, ортасына дейін мусорға толтырады да, шірік-пірікке ортасынан жоғары әжептәуір жеміске толтырады. Үшіншісі, патша айтты ғой дейді, бекер айтқан жоқ бұл дейді. Бірдеңені істейін деп тұрып айтса дейді, ана дорбаны түгелімен жақсы алмаларға нелерге толтырады жаңағы, жемістерге. Құдайдың құдіретін қарасаңызшы. Не ексең соны орасың дей ма қазақ? Ана үшеуі дорбасын арқалап патшаның алдына келсе, патша айтты дейді ғой. Мына үшеуін көлдің ортасындағы зынданға, аралға апарып, қолдарына дорбасын беріп тастаңдар, жеке-жеке 1 ай жатсын деп айтады ғой. Ештеңе кіргізбеңдер дейді. Ана біріншісі бар ғой, сол жерде инсульт алады ғой. 1 ай көлдің ортасындағы аралда өзіңнің дорбаңды алып, түрмеден естейсің, жатасың. Анау барғаннан кейін 1 аптаға жетпей өліп қалды дейді, біріншісі. Ергетте отырады, осы бар ғой, патша дейтін бар ғой. Мусорға толтырып алған. Анау барған бойда сортировка істеп дейді ғой, ойбай, нелерін алып қалайын деп. Соны тілім қылып 1 ай бойы өлейін деп түрмеден шығып келе жатыр дейді көлдің ортасынан. Үшіншісі қолды дорбаға тығады, лақтыр жинап. Алма піс, ана қолын тығады, ананы лақтыр. Шие, алма. Бұл салмақ қосып шыққан дейді. Баста Шавкаттың салмағымен кірген ғой, кейін Геннадийдің салмағымен шыққан деген сияқты. Салмақ қосып шыққан дейді жаңағысы. Сөйтіп аман есен патша өзінің шынайы уәзірлерін істеп алған екен, тақтап алған екен. Дәл сол сияқты ағайындар, Алла тағала бізді дүниеге жіберді ғой. Қолымызға дорбаны берді, қалаған нәрселеріңді теріңдер деді ғой. Біреу ішін мусорға толтырып жатыр, біреу жартысы мусор, жартысы бірдеңе, өзі білмейтін екен. Біреулер тек неге толтырып жатыр? Сауаптарға толтырып жатыр. Ертең сол дорбаны өзімізге Алла тағала алдымызға келіп ашқан кезде ұялып қалмайтындай болуымыз керек екен. Күшті ма? Алла разы болсын. Мінекей, сондықтан да ағайындар, баршаңызға Алла разы болсын. Бір күні осы хадиспен аяқтайын, болды міне, Құдай қаласа. Кішкентай қалды. Енді мен күнде келіп жатқан жоқпын Шымкентке. Өз алдынан бері келгіміз келіп жүр, келе алмай жатырмыз. Енді қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні намаздан кейін сахабаларға тұрды айтты дейді. Уа сахабаларым, бүгін кім ораза ұстады деп айтты дейді ғой. Ешкім үндеген жоқ, кім тұрды дейді? Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху тұрды дейді. Отыра ғой. Уа сахабаларым, бүгін кім жаназаға қатысты деп айтты дейді ғой. Абу Бәкір радиаллаху қайтадан орнынан тұрды дейді. Отыра ғой деп айтты. Уа сахабаларым, бүгін кім садақа берді деп айтты дейді. Абу Бәкір радиаллаху орнынан тұрды дейді. Қайтадан отыра ғой деп айтты. Уа сахабалар, нешінші амалды айттым мен так? Біріншісі ораза ұстады, жаназаға қатысты, садақа. Төртіншісі, уа сахабаларым, бүгін кім ауру сырқаудың жағдайын сұрап келді деп айтты дейді ғой. Қайтадан сахабалардың ішінен Абу Бәкір тұрды дейді. Пайғамбарымыз отыра қойды. Уа сахабаларым, бүгін кім міскінді тойдырып тамақтандырды деп айтты дейді. Қайтадан кім тұрды дейді? Абу Бәкір тұрды дейді. Осы амалдарды істеген кісінің сыйлығы тек қана жәннат емес пе деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Күшті. Міне Рамазан осы амалдарды жасау да арқылы, жаңа екеуіне ұқсайды бір-біріне, көрдіңіздер ме? Тамақтандыру, ораза ұстау деген келіп жатыр бәрі. 5 амалды айттым, кім ораза ұстаса, жаназаға қатысса, міскінді тамақтандырса, садақа берсе және аурудың жағдайын сұраса, онда оның орны жәннат емес пе деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алла баршаңызға разы болсын. Мына жерде әлі айтылатын қиссалар бар. Енді келесі Рамазанға дейін алып қоямыз. Құдай қаласа осылай тәтті күйінде қалдырайық. Көп рахмет тыңдағандарыңызға.
Алла тағала пайдалы білім берсін, баршамызда амалдарымызда ықыласты болуды нәсіп етсін. Мына бүгінгі іс-шараны ұйымдастырған барша жандарға Алла разы болсын. Алыстан ат терлетіп келген сіздерге Алла разы болсын. Аман сау болыңыздар. Қасиетті Рамазанда Алла разы болатындай дәрежеде ораза ұстап шығуымызды Алла баршамызға нәсіп етсін. Көп рахмет, аман болыңыздар.